Ассалаумалейкум, қадырман көрушілер, Мисыр Кежі каналының қатысушылары. 29 ноябрь 2022 жыл Жалал-Абад облысы Базар Қорғондан сіздерге жаш өспірімдерді көрсетеміз. Андықтан бізбенен чоң болып тұрыңыздар. Каналда жаңа болғандар каналға тауып, лайк басып, сұныштарды комментарийге жазсаңыздар болады. Азыр эми бұл өспірімдерден біздің сатушыбыз толық маалыматын береді. Ассалаумалейкум. Жалпы қанша баш шығады азыр? 4 шығады. 3 құнам бар. Полторашка бір құлым шығар аузына. Ең кішкенекей бұл құлым деп қалдыңыз. Құлым болғанда қанша айлық құлым болып қалды бұл? Ол апрель мартта толған болса 7-8 айлық болып қалды. 7-8 айлық құлымдары. Қандай аттың балдарынан болды екен бұл? Жақсы аттардың малдары. Өзінің құлымдардан да. Өзіңіздің айғырыңыздың, өзіңіздің бейлердің құлымдарынан. Қарабайырлы, қырғыз жылқылардан. Қырғыз жылқыларынан. Жануар жақсы, жоғын көрінеді. Келешекте бір жақсы аттардан болғыда, көрінішіне қарағанда сындары жақсы екен. Бұны жаңылы қармағансыз ғой деме? О, şu сәл ұлы. Жақын жол атпайды екен жануарына. Денсаулықтары ішіп жегендері қандай болып жатады? Бары жақсы. Жануарына. Бұйырса жоғын болғыда, көрініштеріне қарағанда. Бұның ұшындай жерден сіздерге көрсетіп тұрамыз. Басын айтыңызшы, қанша дейсіз бұның? Арзанлы, 70 мыңға қоямыз. Соңғы 70 мың дейсіз, сөйлеушілер болу, жақсы қардар кесе. Айтылыш басы 70 мың сомға қойылды, ұрматты көршілер. Жаққан болса чалып байланышып сөйлессеңіздер болады, албетте келесіздер, көресіздер, келшілер болады. Жақсы аттардың ұрықтарынан екен. Анда кейінгісін көрсетелі, біріншісін көрсеттік сіздерге, кейінгісіне кезек береміз. Ұрматы көршілер, мұнай емес сіздерге көрсетуші кейінгі өспірімді даяр болып шықты. Емі бұның жашынан айтыңызшы, жашы қандай болып қалды бұл? Жашы полторашка бұл, жазға құнан. Полторашка, жазға құнан болып қалды. Россиядан келді бе? Россиядан келген аралашмада бұл. Ошол жақта туылып келген ме же? Бұл жақта туылды бұл? Ошол жақта туылып келген. Келген бізден жақын. Келгеніне қанша болып қалды? Келгенде азылығы бір айда ойнап қалды жет. Бірақ келгенде бұнан мен алғамдан бұндағыз. Жақшы. Сындары көрініп тұрады, денсаулықтары жақшылы ғой дейм бе бұл? Көрініші қарағанда бастыр ғой. Бір-екі бастыр алшы. Бұл деле азы оқшайды. Азы. Бұндай қарматқа жақшы қарматпай жатады. Жанына барсаң титреп тұрады екен жануар. Қауақтары дағы өзгөчө екен. Мұндай қауақтары күшті келешегі бардай көрінеді. Көкірек баштарын көрсеңіздер болады. Омыра сөйектері дағы өте қорқойып шығып тұрады екен ғой жануардығы. Өзі дағы қазір семіз екен, өте соны. Бой қанша шығып қалады ұшыл? 1.50 шықсайрек, 1.50 бар ғой. 1.50-ге барып қалады, Жақшы. Артынан бір көрсетіп қойыншы жануар бір оқ жөн тұрбайды екен де. Еме алам деген болсаңыздар өзіңер жақыннан келіп көрсеңіздер болады, албетте сіздерге қысқаша маалыматын беріп айтамыз. Мына сол көздің үстінде қырып алған оқшайды, машинаға тиекішіне. Ор жарат болған емес, Қасыр ғой. Енді бұның басын айтыңызшы, басын қанша дейсіз? Жеңіл болғанда қанша деп тұрасыз? 170 мың сомға, сөйлеушілер болады. Айтылыш басы 170 мың сомға қойылды, ұрматы көршілер. Жақшы ат қылам деген болсаңыздар, мұнау өспірімдерді көрсеңіздер болады, албетте өзіңіздер жақыннан келіп көріңіздер. Албетте сөйлеушілер болады. Екіншісін көрсеттік, кейінгісіне кезек береміз. Бізден алыстағай тұрыңыздар. Кейінгісін алып шығамыз. Ұрматты көршілер, мұнай емес сіздерге кезекте көрсетуші тайығыздағы даяр болып шықты. Емі бұл 3-ші тайығыз болып қалды. Бұның жашынан айтыңызшы? Жашы 2 жаш, құнан. 2 жашар құнан бұл? Парадасы қандай болды? Парадасы өзі қара. Өзінің қырғыз жылқылардан. Бойбашы бей көрінеді бірақ. Бойбашы 1.50-ден өйді ғой. 1.50-ден өйді шығып қалды. Азыр бұлар минге үй же? Ішіне үйретіп қойған, ішіне минет. Азырақ минге екенден да. Денсаулықтары ішіп жегендері қандай болып жатады? Жақсы бар. Бары жақсы. Өте сон. Ұрматы көршілер, сіздер мынау шындай қырғыз жылқыларының ұрықтарынан іздеп жатқан болсаңыздар, Жалал-Абадта жақсы аттардан шығып қалады, ошыларды дағы көрсеңіздер болады.
Bunun basını айтыңызшы, қанша дейсіз басын? Bası жақында 170'ten koyarız. 170 миң сом, айтылыш бағасы 170 миң сомға қойылды, урматтуу көрүүчүлөр. Жаққан болса, өзүңүздөр жақындан келіп, көріп, сүйлөшсөңүздөр болот экен. Жақшы. 3-чү тайыбыз болду, эми кийинкисин көрсөтөбүз. Бизден алыстабай туруңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, мына эми кийинки 4-чү тайыбыз да даяр болуп чыкты. Эми bundan айтып кетеличи, бул жашы кандай болду? Yaşı bundan 2 yaş. Бул дагы кунан, 2 жашар. Бул аралашма да bunun. Породасын точно билбейбиз bunun. Ошондо аралаш болгондо айгырыбы же бээсиби? Кайсы? Точно билбейбиз деми. Сиздерге келгенби бул? Келген да бул. Мына ушундай экен, урматтуу көрүүчүлөр. Аргындаштырылган экен, бирок так кайсыл породада экени белгисиз экен. Өзүңүздөр сындап көрсөңүздөр болот. Жакындан келип көрөсүздөр. Бою башы, сындары жакшы көрүнөт. Бул дагы ошол бир элиге чамалап калат го дейм, Бир элинин үстүндө булар. Көкүрөк баштары жакшы, кабактары дагы жакшы көрүнүп турат. Арка жактары дагы жакшы экен, жоон экен да, мына калың десек да болот экен. Жакшы. Бунун эми баасын канча дейсиз? Баасы ошондой 170'ten. 170 миң сом. Баары эле бирдей болот турбайбы баалары? Караштырып беребиз да. Сүйлөшүүлөр болот деңиз. Жакшы. Ден соолуктары баары мыкты экен, урматтуу көрүүчүлөр. Таза. Андыктан мына ушундай өспүрүм издеп жаткан болсоңуздар келиңиздер. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге Жалал Абад Базар Коргон жергесинен өспүрүм тайларды көрсөттүк. Сиздерде ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк, автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мисир Кежи каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.